Мынандай бір сұрақ келген екен, Башкириядан келген балқымыз жайында, оны ішу арқылы басым айналды, бойымда бір сондай бір мастық сездім, сол жайында айтсаңыз деген мәселеде. Ашық айтайық, ол қымыз емес. Өйткені оның қымыздың мамандары, қымыз деген ондай баға берген жоқ. Және біздің муфтияттағы да сол халал өнімдегі бөлімдер оған кәдімгі сертификатын беріп, осындай халал өнімге кіргізген жоқ. Бұл күмәнді нәрсе. Пайғамбар саллаллаху хадисі бар, арам нәрсе белгілі болды, адал нәрсе белгілі болды. Екеуінің ортасында күмән нәрсе бар, күмәннен сақтаныңыздар. Кім күмәннен қашса, ол дінін сақтады дейді. Мынау пандемия кезінде кейбір адамдар мынандай мәселені көтерді. Темекінің мынандай түрін шексеңдер, өкпелерің тазартасың екесін деп, адамдар баяғыда темекісін шеккен адамдар қайттан сол күнді аңсап шегіп кеткен кісілер болды. Дәл сол секілді уақытысында ұрттап жүрген кісілерге мұны әдемі керемет келді, Башкирия қымызы. Ой, бұл ішімдік емес, бұл қымыз деп ішіп алып, бірақ әңгіме еткен кісілер де бар екен. Өзіміздің ұлттық тағамымыз, табиғи қымызға жететін қымыз жоқ. Дәл сол қымызды қазір дамытып жатқан қаншама азаматтар бар, қолдау білдірейік, құрметті қазақ елі. Сол қымызды ішкен ата-бабаларымыз мына 60 бай, 70 бай, 90 байлар өмірге сол себепті келген. Бірақ Башкирия қымыз деп айтылғанымен, бірақ одан 40 байлар келеді деп